Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Майра Сотбекқызы. Бүгінгі видеода осындай 2 этажды болып шығатын өте нәзік, дәмді бисквитный торттың рецептісін ұсынатын боламын. Менде бұл видеода асты молочная девочка, үсті бисквитный болды. Менде каналымда молочная девочканың рецептісі бар, ал бүгін сіздерге бисквитныйдың рецептісін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті заттар ұн, крахмал, разрыхлитель және де құмшекер, жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен таза табағымызды аламыз және де жұмыртқаның ағы мен сарысын екіге бөліп ажыратып аламыз. Міндетті түрде табағымыз таза болуы қажет. Құрғақ сүлгімен сүртіп алыңыздар. Сол кезде біздің бисквитіміз жақсы көтерілетін болады. Жұмыртқамызды екіге бөліп алғаннан кейін жұмыртқамыздың ағына шым-шым тұз салып, миксердің жай жылдамдығынан бастап миксерлейтін боламыз. Миксердің жылдамдығын жаймен көтере береміз. Біздің жұмыртқамыз әппақ көбік болуы қажет. Әппақ көбік болғаннан кейін шекеріміздің жартысынан көбін кішкене ағына саламыз және де кішкенесін сарысына салып тағы да миксерлейтін боламыз. Енді біздің аппақ көбігіміз жерге ақпайтындай дәрежеде болғанша миксерлейміз. Осындай өзінің формасын жақсылайтындай дәрежеде болуы қажет. Енді жұмыртқаның сарысын миксерлейміз аздап. Ұнымызға разрыхлительді және де крахмалды салып араластырып қоямыз. Міндетті түрде ұнды електен өткізіп қосаңыздар. Менде бұл жерде ұн електен өткізілген. Енді жұмыртқамыздың ағы мен сарысын біріктіреміз. Және де араластырған кезде оңды солды емес, тек қана бір бағытқа қаратай, астынан үстіге қаратай көтеріп араластыратын боламыз. Біздің жұмыртқамыздың ағы түсіп кетпеуі қажет. Енді ұнымызды 2-3-ке бөліп саламыз. Осылай бір қалыпты астынан үстіге осылай көтеріп, тура видеодағыдай араластырыңыздар. Онды солды араластырып, жұмыртқамыздың ағын түсіріп алмауымыз қажет. Енді тестамыз дайын. Осындай кольцода пісіретін боламыз. Кольцомызды осылай фольгамен орап алғандарың үшін қамырымыз ағып кетпес үшін. Енді осының ішіне құятын боламыз тестамызды. Неке осылай барлығын құйып, міндетті түрде қызып тұрған пешке салыңыздар. Осындай шпажканың көмегімен осылай домалақ қылып шықсаңыздар, беті теп-тегіс болып пісетін болады. 160 градуста пісіріп алатын боламыз. 30 минутқа дейін духовканың бетін ашуға болмайды. Мінеки, біздің тестамыз дайын болды. Міндетті түрде суығаннан кейін осылай жан-жағын кесіп шығамыз бірінші. Пышақты тікесінен ұстаңыздар. Осылай ақырын кольцомыздан шешіп аламыз. Енді жақсылап суытатын боламыз. Біздің бисквитіміз өте жұмсақ болып шықты. Осындай пищевой пленкамен орап, 2-3 күнге дейін холодильникте сақтай берсеңіздер болады. Осындай жұмсақ қалпында болады. Енді біз крем дайындауға кірісетін боламыз. Сливкемізді жай скоростан бастап миксерлеп аламыз. Осындай біздің креміміз көбейеді. Содан творожный сырымызды салып, жақсылап қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Біздің креміміз осындай ақпай тұратындай дәрежеде болуы қажет. Енді біз бисквитімізді кесіп алатын боламыз. Осылай бірінші қолымызбен үстін басып тұрып, пышақпен жан-жағын осылай кесіп шығамыз. Одан кейін барып ортасына кіргізіп, пышағымызды жүргізіп отырамыз. Өздеріңізге ыңғайлы қылып кесіңіздер, кейбіреулеріңіз жіппен кессеңіздер де болады. Осылай болмаса пышақтың көмегімен оңай кесіп алуға болады. Неке тіп-түзу болып кесілді. Енді 2-3-ке бөлетін боламыз. 4-ке бөлсеңіздер де болады. Мен бүгін 3-ке бөлдім, осылай болып шықты. Енді бисквитімізді жинауға кірісетін боламыз. Мен бүгін осындай кольцоның көмегімен жинаймын. Сол кезде біздің тортымыз тіп-түзу болып шығатын болады. Мен Рафаэлла сияқты жасағым кеп тұр, сондықтан ортасына осындай кокос жаңғағын креммен араластырып қосатын боламын.
Пропитка жасасаңыздар да болады. Бисквитке мен бүгін сүтпен пропитка жасадым. Осылай барлығын құйып шығатын боламыз. 2-3-ке бөліп. Және де кремімізді салып, жақсылап бір тегіс етіп жайып шығамыз. Осындай темірдің көмегімен үстінен басып шықсаңыздар болады. Содан кейін үстінен қайтадан пропитка жасаймыз. Және де кремімізді жағамыз үстінен. Біздің үшінші алып қалған бисквитіміздің ішкі жағына пропитка жасап барып, осы креміміздің үстіне аударатын боламыз. Осындай пищевой пленкамен орап, холодильникке кем дегенде 30 минутқа қойып қоямыз. Бізде крем ішіне сіңіп, жақсы болып тұруы қажет. Мінекей бізден холодильниктен шықты. Осылай жан-жағын пышақтың көмегімен босатып, кальциумымыздан шешіп аламыз. Және де сыртын тегістейтін боламыз қалған креммен. Қалған кремімізді осылай жағып, бізде шпательдің көмегімен түзулеп шығатын боламыз. Осындай шпательдің көмегімен түзулейміз. Шпатель болмаған жағдайда кез келген сызғыш болсын, тегіс затпен тегістеулеріңізге болады. Мінекей мен астына молочная девочканы қойып, үстіне бисквитімді қойып, осылай 2 этажды торт қылып алдым. Енді сыртына, кремнің сыртына мен кокос жаңғағын сеуіп шығып жатырмын. Өйткені маған осы тортты кокос жаңғағымен жасаған ыңғайлырақ. Және де шоколадный ганаш осылай ағызып шығамыз шоколадымызды. Шоколадымыздың біреуін ұзын, біреуін қысқа қылып ағызған жағдайда өте әдемі көрінеді. Мен бір жағына үстіп ағызып шықтым. Сыртын өз қалауларыңызша сәндейтін боласыздар. Шоколадпен немесе фруктымен сәндеуге болады. Мен бүгін 26 жас болғандықтан осылай силиконовый формаға шоколадпен жазып алдым. Және де осылай жабыстырып шығып жатырмын. Менің тортым өте нежный торт болғандықтан сыртын көп сәндегенді жөн көрген жоқпын. Осылай ғана нежный қылып сәндеп қойдым. Клубникамен сәндесеңіздер де өте әдемі көрінеді. Фруктымен, болмаса осылай шоколадпен сәндеп қойсаңыздар да болады. Сыртына осылай Рафаэлланы қойып қойсаңыздар да біздің тортымыз Рафаэлла торты болып саналады. Менде золотистый кондурим бар, соның кисточканың көмегімен санымыздың үстіне осылай бояп шыққым келіп тұр. Өйткені біздің санымыз шоколад болғандықтан қатты көрініп тұрған жоқ. Сондықтан осылай бояп қойған жағдайда золотистый болып өте әдемі көрініп тұрады. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Өте әдемі, нежный болып шықты. Сыртын өз қалауларыңызша сәндейсіздер. Енді кесіп көретін боламыз тортымызды. Өте жұмсақ, мінекей бізде көп те тұрған жоқ тортымыз. Онда да өте жұмсақ болып тұр. Сондай нежный болып шығатын болады. Мінекей пышақ өте жұмсақ кіріп жатыр. Және де қазір біз тортымызды жеп көреміз. Осылай тортымыз өте нәзік болып шықты, дәмді болып шықты. Ортасына салған кокосымыздың өзі ерекше дәм беріп тұр. Рафаэлланың дәмі сияқты болып тұр. Астындағы молочная девочка да өзгеше болып тұр. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, және де видеомен бөлісіңіздер. Ас болсын.